Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Найхан. Туған топырақ жалғасы. Аманғазы қарт аттанып, жерлеу рәсімі аяқталған соң марқұмның киім-кешегі, бұйымдары алыс жақын туған туысқа таратылып берілді. Бұл да бір ырым. Тек әкесінің күміс кесесі мен пышағын Елубай ешкімге көрсетпей өзіне алып қалды. Қызығып жүрген ағайын мен шалдар бірнеше рет сұрады. Қу дүние-ай десеңші. Әкем өзі біреуге сыйлап жіберсе керек деді де қойды. Дәметкен сұраншақтар шықылықтап, әй шіркін, затым ағай деді. Әкең өзбек ағайындағы Әлмұрат деген досым сыйлады деп бәрімізді қызықтырушы еді деп шықылық қақты. Кімге сыйлады екен деп сұраған шалдар да болды. Елубай қайдан білсін, басын шайқаған. Осы бір шалдардың арқасында әкесінің өзбек досы енді есіне түсті. Бала кезінен келіп кетіп жүретін Әлмұрат атаны қалай есіне түсірмегеніне өкінді. Қап, көңіл айтып не топырақ салғандардың арасынан байқамағанына қарағанда досының қайтқанын естімеген. Елубай шырт-шырт түкіріп ұзақ ойланды. Кісе мен пышақты өзіне қайтарған болмас. Әттеген-ай, бір шапанын не ертоқымын алып қалмаған екем. Елубай ойға беріліп әкеден қалған зат таппай тұрды. Хабар беру керек. Ертең ұятты болармыз деген тұжырымға келді. Жиені Айтбайды шақырып, сен әкемнің Әлмұрат досын білуші ме едің? Я білем. Ана өзбек ат емес па? Ол кісі келмеді ме қазаға? Естімеген болар, деп аңқау жігіт ағынан жарылды. Естімеген, дұрыс айттың. Ол кісіге хабар бер, тездетіп жетсін. Жетісіне дейін үлгерсін. Осы жұмысты өзің тындыр деп бұйыра сөйлеп, жиенінің қалтасына азын-аулақ ақша салып берді. Болды аға, тындырам, бүгіннен қалдырмай. Жақсы, бара бер. Елубай өзінің қатал, тура мінезімен біреуге жақса, біреуге жақпай жау атанып шыға келеді. Әкесіндей мінезі жайлы еді. Ауған соғыстан келгеннен бері бір беткей осындай ожар болып алған. Ауылдың сыйлы адамдары құрметтеген соң туған туыс алдында құрдай жорғалайды. Өзі ақымақ емес, терең жоспар жасай білетін алғыр қырағы. 2 күн өтіп Аманғазы қарттың жетісіне 3 күн қалғанда жұмыр денелі, тығырықтай ақ сақалды, айыр қалпақты Әлмұрат шал келіп түсті. Асына мінгені семіз торы ат. Әкесінің досы келгенше бәрін жоспарлап, тынысын ішіне алып отырған Елубай атын өзі байлады. Есенбісіз ата, деп өзі бірінші амандасты. Айналайын. Әкеңнің жаны жәннатта болсын, иманы жолдас болсын балам, деп таза қазақша көңіл айтты. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін деп әкесінің досын үйге қарай алып жүрді. Дер кезінде хабар бермепсіңдер, топырақ салуым керек еді, қалайда болмады, деп ренішінде жасырмады. Ғафу етіңіз, аяқ астынан есіміз шығып түсінесіз ғой. Оңай емес балам. Азамат ақ еді, небір күндер өтті ғой сенің әкеңмен, иманды болғай. Әумин, әумин, деп Елубай тағы қайталады. Білеміз ғой ата, әкем сізді аузынан тастамайтын. Достық пейілдеріңізді көріп өстік. Біз ғана емес, күллі соғыс көрген ұрпақ куә, деп үйдің есігін өзі ашты. Үйдегілердің ішіндегі кәрі кемпірлер мен дауыс салып отырған әйелдер өтірік шыны бар жылай жөнелді. Болды, қарақтарым, қойыңдар. Арманғазыда арман бар ма? Соғыстан аман келді. Аяғын беріп ұрпағын қорғады. Енді ақтық сапарына иманмен, ақ пейілмен, елі тәуелсіздікке жеткенде, армандар орындалғанда намаз үстінде, Алланың алдында жан тапсыру деген иесі мұсылман ғой. Той емес пе? Әлмұрат ақсақал толқып, шабыттанып кетті. Көзіне жас та келді. Бізге де осындай өмір бұйырсын, әумин, деп бетін сипады. Үйдегілер басылып қалды. Бірен-саран шын қимаған дауыстар ғана өксігін баса алмай отыр. Артынша ел естіп жүрген мақамға ұқсамайтын дауыспен Құран оқыла бастады. Отырғандар тез тынып, жылаған дауыстар да басылды. Әйелдердің барлығы бастарындағы орамалын түзеп, орамалы жоғы қолына іліккен киіп жатыр. Біреулері Аманғазының тіріде ермей кеткен газеттерін басына қойып алған. Әлмұрат ақсақалдың ерекше дауысы жаңа серпін, жаңа тыныштық сыйлағандай. Қайғының үстінен қайғы. Ауылдың үлкен кішісі бір түршігіп қалды. Біреу барына, біреу жоғына шүкір етті.
Тіпті шыбын жаны олжа болып қарайып отырғандарына алғыс айтып, алласын аузына алды. Қайғырмаған тек арман ғана, жыласа тек қарны ашып жылайтын секілді. Жөргектен жетім қалған сәбиді асырап алуға жатты қойып, жақынына бата алмады. Заманның жазғаны ма, тағдырдың талғамы ма, әркімнің өзіне аян. Жетімхана аты қандай жаман. Балалар үйі өз үйім дейтін жетімдердің арасына арман 2 жасқа аяқ басқан кезде тапсырылған. Аудан орталығындағы балалар үйіне тағы бір қара көз қазақ келіп қосылды. Бұл Талғат директордың басқаруындағы аудандағы жалғыз балалар үйі. Жасы 50-ді алқымдаған директордың соңғы 2 жылдағы қызметі осы. 30 жыл мектепте педагог болған адам. Қазақ тізде қаны қызатын ұлт жанды желтоқсан көтерілісінің белсенділерінің бірі. Бір жағы жалғыз тәрбиешімен бірге балалардың ортасына жиі кіреді. Балалар көп, бұлар екеуі ғана. Тәрбиеші секпілі көп, ақ сары, орта бойлы жесір әйел Алмагүл. Осы балалар үйінің алғашқы түлегі. Күйеуімен сыйыспай осында қайтып келгелі 3 жыл болған. Тәрбиешілерден бірі өзі қалғалы жылдан асты. Күндіз түні осында балалармен бірге. Бір директор, бір тәрбиеші, 2 қазақ. Асханадағы Венера орыс, қалған жұмыстарды ілікке ілінген балалардың өздері істейді. Талғат директор болғалы әсіресе осы бір қиын кездер келгелі балалар үйінде темірдей әскери тәртіп орнаған. Ал айта бер, айдағаны бес ешкі, ысқырғаны жер жарған жан деп Талғат әдетінше Алмагүл тәрбиешіге тиісе сөйлейді. Қойыңыз, ауруыңыз жазылса да қылжақтағаныңыз басылмапты ғой, денсаулығыңыз қалай? Деп Алмагүлде түрте сөйледі. Емделуге өзіне 2 апта демалыс жариялаған. Келгені осы. Не өзгеріс бар? Балалардың жайы қалай? Келген кеткен дегендей. Бәрі жақсы, өте жақсы. Жаңалық жағына келсек, сіз жоқта жаңадан бір бала қабылданды. Құжаттары осында деп қолындағы папканы ұсынды. Бағанадан бері осыдан бастамадың ба? Жақсы деп келді де құжаттарды қарай бастады. Туу туралы куәлік, әке-шешесінің қаза болғаны туралы анықтама. Өлімдерінің себептері, туыстарының әлеуметтік жағдайы. Ең соңында баланы әкеліп тапсырушы тараптың өтініші, тағысын тағы. Директор жалпақ бетін ортынан тартып, қарлығаштың қанатындай қара мұртын жыбырлатып, ерінін тістеп аз отырды да, жақсы жаңалық емес деп әуелгі сөзін жалғады. Трагедия, жоқшылық, тағдыр, біз деп қадап-қадап сөйледі. Шын күйінген директорға Алмагүлдің қарсы сөйлеуге дәті бармай, мысына басылып отыра берді. Тым кішкентай емес пе, деді директор көзін бір нүктеге қадап. 2 жасқа келген, өзі тамақтана алады, аяғын басып жүгіріп жүр. 5-тен белі шықпай 2 көзі жанып тұр деп Алмагүл баланы шын ұнатқанын жасырмады. Өзі тура тәуелсіздік күні туыпты, бұл да қуантады. Қабылдайық. Туған туысынан қайыр жоқ, оларға енді хабарласудың керегі шамалы. Жақсы, бара бер Алмаш деп, Талғат директор өзі шешіміне өзі риза болғандай, еңсесін көтеріп, миығынан күлді. Бұныңыз дұрыс болды ағай, дұрыс деп Алмагүл қуана кетті. Айтпақшы, азық-түлік қалай? Тышқан тесіп, ұясына тасып жүрген жоқ па деп мысқылдай күлді. Ашқан есігін қайта керді жауып, Алмагүл де астарлап жауап берді. Тышқан тесте табақ тосатындар жоқ емес. Как сказать, трагедия, жоқшылық, тағдыр, біз. Әй Алмаш, алдауды білесінде азықтан алушы болмаңдар, деп директор артынан айғай салды. Қалжыңы мен қасіреті қатар жүретін осы бір балалар үйі берекенің ортасы. Үкіметтің берген азығын межеге дейін берекесін асырып, төкпей шашпай жеткізеді. 30-дан астам орыс, татар, ұйғыр секілді ұлттар ұрпағының арасында іңкәр мен арман атты қазақша ныспалы қос бүлдіршін егіз қоздай өсіп келе жатты. Бүтін балалар үйі ешбір ұлтқа бөлінбеген, бөлек әлемінде жүрегі мұң мен махаббатқа қатар малынып, бір қойдың құмалағындай жетімдіктің сызын бірге тартты. Олардың жүрегінде ешкімнің кеудесінде жоқ үміт, ешкімнің қиялында жоқ арман, қайрат бар еді. Бәрі жылдар өтіп, ескіре бастағанда басталды. Оңтүстіктің суығына оңай нәрсе пана болмайды осы. Ауыл сыртындағы қабырстанның сары ала кірпішті күмбездері көзге әрең көрінеді. Қара жел аңқылдаған шаң мен тозаңды көтеріп ашуын көрсетеді. Соққан суық желдің өтіне тұрып тың тыңдасаң,
Боздаған түйенің зарлы даусын естисің де азап ойын қаза болып жүрегің шымырлайды. Жаңа үйілген дымқыл топырақты қабірдің кейпі сырттан қарасаң сүйкімді көрінеді. Қара жердің көмпістігі-ай, қандай қасіретті де жасырып безірейіп жата береді. Желдірменің желді жеңген зарлы даусын естімейтін тек осы қабір секілді, селк етпейді. Дым топырақты тарпып, иегімен үстінен сипалап, қабірдің қасынан кете алмай, зарлы түйе көзінің жасын төкті. Адам айтса сенгісіз көріністі көруге көзі бар, көкіректі пенде шыдап тұра алмас. Өмір жолы түйеде болса санасында сайрап тұр. Мұрны тесіліп, мұрындық салынбаған бота кезінен осы Аманғазыға серік. Анасы бір шалдың астында сойылып, тағдыры осылай аунаған талдың бірін, жемнің түрін Аманғазы алдына тосатын. Ауыл иттері арсылдап артынан қуса да аттың астына алып біткенді жолатпаушы еді. Балалар мініп сазды батпаққа батып қалғанда осы Арманғазы досы сүйреп шығарып үйге дейін үсті басы сауыт-сауыт болып мойнына көтеріп келген. Бар денесін жуып балаша еркелететін. Қоршаудың ағашы кеудесін тіліп кеткенде ауыл-ауылды кезіп дәрі-дәрмегін жасаған кезі еш ұмытылмас. Талай теуіптей жіберетін. Сонда бір әй деп ашу қыспай. Асыл ер. Желдірменің көзінен тағы бір ірі тамшы жағына қарай домалап жөнелді. Мола күзетіп күңіренген желдірмені ойына алған жан жоқ. Елубай әкесінің жат жұрттық досы Әлмұрат ақсақалды ертіп келе жатты. Бағыттары ауыл шетіндегі әкесінің басына бару. Әлмұрат досының басына барып Құран оқуды жөн көрген. Елубай мен Әлмұраттың қара сырма шапандарының етегі желмен бірге желп-желп етеді. Түкірген түкірегің жерге түспей жапырақ шаушады. Әй мына жарықтық күшейіп алдау. Арманғазы досымның мінезі жақсы болатын деп өзінше ырымға балап желен ыға сөйледі. О Алла, сақтай көр, мынау не? Деп жаңа моланың іргесіне шөгіп тұрған түйеге Әлмұрат шалдың көзі бірінші түсті. Түйе ғой деген сол Елубайдың есіне желдірме сап ете қалды. Бірден таныды. Ой жарықтық-ай, мынау Аманғазының жанынан тастамайтын серік емес пе? Құдіреттің күшісін-ай, аты қалай еді деп Елубайға қарады. Ол да таңданып атын есіне әрең түсіргендей сәл бөгеліп. Желдірме ғой ақсақал, желдірме ғой. Иә, желмаяға бергісіз желдірме. Айналайын қасиетті мал деп осыны айт. Сорлы басым желдірмедей қайтқанда қасында бола алмадым-ау деп еңіреп келіп қабірді құшақтады. Желдірме тіпті қыбыр етіп үркімеді. Қарт өзбек желдірменің мойнынан асылып көзі басын сүртіп әлек. Елубай шолтиған құйрығынан тартып әрең тұрғызды. Тастаған құмалағына сызданған орнына қарап, жануар жатқанына бір сөткі болған, кем дегенде деп Әлмұрат ақсақал айыр қалпағын қойнынан алып басып киді. Жаңа жел күшейгенде шешіп алған. Желдірме сәл алыстан барып тұрып алды. Елубайдың шешімі табылмай жүрген ішкі есебінің шешімі бағана желдірмені көргенде-ақ табылған. Желдірмеге аянышты кейіппен қараған болып былай деді. Ақсақал, әкемнің аузынан тастамайтын майдандас қанды көйлек досысыз. Біздерде өзіңіз білетіндей қайтқан марқұмның пайдаланған заттары мен киімін ара ағайынға, дос-жаранға таратып беретініне жақсы білесіз. Айып бізден. Өзіңізге дер кезінде хабар бере алмадық. Енді басқа сізге әкемнен қалған жаңа дүние тиесілі еді. Қой балам, қайдағыны айтпа, маған ештеңеңде керек жоқ деп Құран оқу үшін малдас құрып жерге отырды. Әкемнің жалғандағы ең бір қастерлі дүниесі мынау тұрған желдірме. Өзіңізбен ала кетіңіз, қидым сізге деп тағы аңдамай астам сөйлеп алды. Мұның сырын білетін Әлмұрат тілін тістеп үндеген жоқ. Қазір кәрі демесеңіз, көш тасым қауқары әлі бар. Енді оған әкемде ешкім қарай алмас. Арам өліп қалар деп қорқам деп өтірік шыны аралас тез сөйлеп тоқтады. Елубайдың соңғы сөздерінің жаны бар. Әлмұрат ойланып қалды. Оны енді ешкім керек қылмайтынын біліп отыр. Адал досының ақырғы аманатындай сезінді. Жануардың адамнан артық адалдығын ойлап іштей тебіренді. Алам деп қысқа қайырды. Иә, өзіңізден басқа лайық адам жоқ. Әкемнің әруағы риза болатын болды. Елубай шын қуанып қалды. Бір жағы бір түйткіл шешілгендей. Желдірме қозғалмай әлі тұр. Елубай оған да ұзақ қарады. Соңғы қоштасу секілді. Желмен бірге Әлмұрат шалдың
мақамы естіледі, құран оқып отыр. Сол күні кешке Әлмұрат шал желдірменен шайқалта жетелеп аттанып кетті. Аудан орталығы болған соң советтен қалған саябақтар мен көркем кешендер көп. Іңкәр мен Арманның ойындары, балалық қызықтары осы жерлерде өтіп жатты. Іңкәр аққұба келген, дөңгелек көзді, томпақ бет сүйкімді қыз. Оң жақ иегінде меңі бар. Күлген кезде бір жақ беті шұқырайып, ерекше құлпырып кетеді. Арманның ең жақсы көретін әрекеті Іңкәрді күлдіру. Сабақтан қайтқан соң бақтың ішінде әткеншек тебетін. Жаздың жылы күнінде күн еңкейген екінтінің уақытында Арман мен Іңкәр әткеншек тебу үшін баққа келген. Шиқылдаған әткеншектің даусы әрігідік құлақты жарады. Екеуінің әрекеті әдемілікке бола жаратылған көбілік секілді тым нәзік әрі сұлу. Арман, дейді Іңкәр, ау айта бер, біздің Алмагүл апайдың балалары жоқ екен ғой. Апай осы балалар үйінен шыққан ұл қыздың бәрі менің балам деп айтқан. Өткенде естіп қалдым деп Арман ересектерше сөйлейді. Ал Талғат ағайдың 4 баласы бар екен, бәрі Алматыда оқып жүр дейді. Іңкәр үлкен қиялға берілгендей. Иә, бізге де сондай оқу берса шіркін, арманым жоқ. Әке-шешемнің арманына жеткім келеді. Оқуға түсіп бастық боламын. Сонан соң балалар үйіне барлық жағдайды жасарым. Талғат ағай секілді адамдар үшін өмір сүремін. Ол кісінің әйелі қандай, өткенде көрдің бе? Нағыз ана шығар. Арман, осы. Иә, айтсаңшы. Екеуміз өскен соң үйленеміз бе? Жыбыр етіп бір жақ беті шұқырайып кетті. Екеуі де жылы күлді. Үйленсек үйленейік. Ал біз балаларымызды тастап кетпейміз, иә, деп Арманның жүзіне тіке қарады. Арман, әрине тастамаймыз. Біз жақсы ата-ана болуымыз керек. Талғат ағай секілді. Қамқор, мейірімді, солай емес пе Іңкәр, деп сөзіне сенбегендей Іңкәрдің қолынан ұстай алды. Тосынан тиген алақанға Іңкәр бірден тамшы жерге үзіліп, жеткендей уақыт аузы ашылып қозғалмай қалды. Көртышқанның іннен шыққан топырағы секілді жыбыр еткен бала сезім қандай күйге түсіргенін өздерінен басқа ешкімге аян емес. Бірі-бірінен ұялатын болды. Бір сәт ажыраса асығып іздейді. Әңгімелері де бұрынғыдай кең көсілмей кідіре беретін болды. Бүгін іштегі шын қалауын айтып, үйленеміз деп желпініп отырған ыстық алақан бәрін жылы көрпемен жауып бұйықтырып жіберді. Арман қолын тез тартып алды. Екі беті қызарып, жүрегінің соғысы өзіне анық естіліп тұр. Үнсіздік. Әткеншектің шиқылы ғана ұялмайтын секілді. Тербеліп отырған Іңкәрдің әлпеті қызлы, жаңа түйіп келе жатқан Арманның апорты іспеттес. Арманға салса үндемей отыра бермек. Тух, құрсын, ысып кеттім ғой, деді де екі бетін алақанмен басып жүгіре жөнелді. Сасқаннан не дер білмей Арман орнынан тұрып қалды. Жақыннан жарқын-жарқын күлген балалардың күлкісі естілді. Солақ біреудің, қараңдар, екі ғашық мында отыр екен. Олар жетіпханада бірге тұрады деген намыссыз сөздерді анық естіді. Ашуға не намысқа тигендіктен емес, дәл осы сөздер үшін Іңкәрдің соңынан жүгіре жөнелді. Әшейінде соқтығып байланысып қалатын. Әй, тұра тұр, қайда барасың Іңкәр? Алдағы өмірі қайда, қалай алып бара жатқаны белгісіз, екі өскін екі өкпесін қолына алып жүгіріп барады.